Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда сонау Алматыдан, Астанадан біздің театрымызға оралып жатқан өздеріңіздің бауырларыңыз, кештің жүргізушісі Бауыржан Орда. Рахмет бірге, бүгін мінекей шымшылайық деп аталатын мерекелік концертіңіз құтты болсын дейміз, сәтті өтсін дейміз. Жалпы мына көрермен білген дұрыс деп ойлаймыз, құрметті ағайын. Екі езуге, жалпы осы екі езу театрына қанша жыл болды? 23-тен 24-ке секіріп жатырмыз. 24 жылға қадам басып жатыр, Не ол? Туфлиіңіз әдемі екен. Жоқ, мен неге таң қалып жатырмын? Екі езу театры құрылған кезде Нұрекең қандай осындай жап-жас еді? Әл сол күйі. Әл жап-жас. Мен ойлаймын, жалпы Қазақстанда өзгермейтін, қартаймайтын екі адам бар. Екеуі де Нұрекең. Бірі Нұрлыбек Жұбатқан, екіншісі өздеріңіз білесіздер. Негізі Бауыржан, ақылды адамдар әдемі қартаяды. Қандай сөз, ақылды адамдар әдемі қартаяды деген қандай сөз. Негізі Нұрекең мынандай да сөз бар. Ақылы аз, ештеңе ойламайтын адамдар мүлде қартаймайды деген де сөз бар. Негізі бұлай ғой. Негізі адам деген жақсы сөз есту керек. Біз жақсы сөздер айтуымыз керек. Мысалы, біз халыққа неге бір жақсы сөз айтпаймыз? Осындай концертті пайдаланып. Мәселен, мысалы, Құдай сіздерді 100-ге келгенше күлкіден айырмасын. Қандай керемет. Тағы, осы концерттен кейін көшеден барлықтарыңыз үйге бара жатқан кезде 100 мың теңге тауып алдыңыз. Не деген? Осындай жақсы сөз айту. Қандай керемет, қандай керемет. Ендеше Нұрекең, жасыңыз 100-ге жеткенше сіз де сахнадан түспеңіз. Олай болса, қымбатты көрермен, желкенін кеңге тартқан екі езудің кемесі әзілдің айдынында тек алға жүзе берсін дейміз. Қош келдіңіздер. Нұрекең, біз жалпы осы жерде әңгіме қылып айтатын болсақ, мектептің табалдырығын аттамаған, мектептің қабырғасын көрмеген адам жоқ. Барлығымыз да мектепте оқыдық. Мен де мектепте оқыдым. Сіз де мектепте оқыдыңыз. Мен школа-интернатта оқыдым. Солай ма? Интернатта оқыдыңыз ба? Жалпы бізде мынадай нәрсе бар. Мектепке алғаш баратын балаға айтамыз. Әбден қорқытамыз. Ертең мұғалімнің алдына барасың. Ертең сені мұғалім көреді. Сен мұғалімнің алдында үйтпе. Сен мұғалімнің алдында бүйтпе деп, әбден мұғалім емес бір құбыжыққа дайындағандай қылып баланы қорқытып дайындаймыз. Сөйтіп, ең алғаш рет мектептің табалдырығын аттаған бала үйіне келгеннен кейін ата-анасын айтатын көрінеді. Мұғалім деп жүргендердің бәрі ауылдың әйелдері екен ғой депті.